Сіз блогыңызды ашқан кездегі ендігі маңызды қадам ол басқа сіздің жазатын тақырыбыңызбен ұқсас басқа блогерларды, яғни конкуренттерді анықтау, сипаттау, яғни анализ жасау. Біз целевой аудиторияның анализін жасадық, енді блогерлардың анализін жасау керекпіз. Ол үшін не істейсіз? Бұл не үшін керек? Бұл біріншіден сіз үшін керек, міндетті түрде. Бұл қазір осы обученияның тағы бір секреті десем болады. Көп адамдар бұны қолданбайды, сіз міндетті түрде қолданыңыз. Бұл деген қалай? Не үшін сізге керек? Сіз мысалы блогыңызды бастап жатырсыз, сіз енді ғана бастаушысыз, сіз өзіңіздің қалаңызда, өзіңіздің еліңізде қарау керексіз. Қандай сондай блогерлар бар, кім қандай жазып жатыр екен, чтобы примерно білу үшін. Және кәсіп ашып атқанда да солай изучать етеді. Бұны SMM анализ рынка дейді. Яғни қандайға осындай кәсіпкерлер бар ма екен, олардың дамуы қандай болып жатыр, олардың бағалары қандай клиенттермен қалай сөйлеседі дегенде анализ жасайды. Және солардың минустарын қарап отырады да, сол минустарды өзіне алып, плюс ретінде алып алады. Сол сияқты сізде басқа блогерларды қарап, өзіңізге қабылдауыңыз керек. Бізде Қазақстанда конкуренция аз екен білесіз, дегенмен де айтарлықтай блогерлар бар. Қазір сапасы керемет онша емес деп айтсам болады. Сондықтан сіз егер супер сапалы бастап кетсеңіз, сіз өз тақырыбыңызда номер бірінші боласыз. Сіздің алға дамуыңыз үшін, сіздің парақшаңыз сапалы болу үшін бұл өте маңызды. Бұл үшін не істейміз? Мысалға, сіздің тақырыбыңыз, сіз немесе фитнес-блогерсіз, немесе фуд-блогерсіз аласыз да, өзіңіздің тақырыбыңызбен ұқсас блогерларды іздеп табуыңыз керек. Кем дегенде 10 блогер, және плюс просто өзіңізге ұнайтын бір блогерларды алсаңыз болады. Бұл анализ блогер міндетті түрде жасалу керек. Бұл менің сіздерге деген жеке тапсырмам. Мен де бастаған кезде анализ жасадым. Мен Ресейден оқып келгеннен кейін бірақ білдім бұл фишканы. Соны білгеннен кейін көп нәрсе өзгерді, сондықтан міндетті түрде сіздер де қолданыңыздар. Біріншіден анализ жасағанда неден бастаймыз? Общий характеристика. Ол блогер қай жерден? Қазақстанның қай қаласынан? Екіншіден не туралы жазады? Қандай тақырыпта жазады? Одан кейін ол егер бір нәрсе, бір курстар сатса, немесе бір марафон өткізсе, немесе бір кәсіппен айналысса, бір қызметтер жасаса, ол қандай қызметтер, қандай кәсіп, бағасы қанша оның қызметінің, қаншалықты жарнаманы жиі жасайды, жалпы жасайды ма, парақшасындағы активностьті қарайсыз. Екіншісі SMM анализ. Сіз қарайсыз да, өзіңіз шешесіз, бұл блогтың потенциалы қандай, дамуға деген жоспары қандай, өзіңіз оценивать етесіз, осындай екен деген сияқты. Контентіне қарайсыз, фотолар сапалы ма, әдемі ме, үйлесімді ме, әлде бардак болып жатыр ма. Контент, жаңағы оформлениясы. Одан кейін посттарына қарайсыз, қалай жазады екен, қаншалықты жиі шығарады екен посттарын. Одан кейін соңғы пост қашан шыққанын қарайсыз, қаншалықты жиі шығаратын, опять же, қанша лайктары бар екен, адамдар комментарий, қандай комментарий жазады екен, жалпы қаншалықты жазады екен, ол кісі комментарийларға жауап бере ме екен, өзінің аудиториясымен сөйлеседі ме екен. Одан кейін сіздің тақырыбыңызбен бірдей жазатын блогер, конкуренттарды қайдан табамыз, Бірінші, оған әртүрлі әдістер бар. Біріншіден, ол хэштег арқылы табуға болады. Инстаграмға кәдімгі хэштегтер жазасыз, сол іздеп тапсаңыз болады. Мысалы, фудблогер Қазақстан немесе Қарағанды деп іздесеңіз болады. Одан кейін, мысалы, сіз мынандай фудблогер білесіз, сол кісіні, мысалы, отписка жасайсыз да, қайттан подписка жасаған кезде рекомендованный деген кнопка бар. Бұл керемет инструмент, міндетті түрде осын қолданыңыздар. Яғни рекомендованный басасыздар, сол кезде астында шығып тұрады. Соған ұқсас блогерлар шығып тұрады. Сәйкесінше солардың парақшаларына кіріп, қарап изучать етесіздер. Одан кейін бір тематикалық, бір форумдар, немесе интернеттен, Google'дан жазсаңыз болады, немесе осындай тағам жасайтын блог, SMM блог. Мысалы, менің конкуренттерім ол SMM туралы жазатындар, блогерлік туралы жазатындар менен кейін пайда болып жатыр. Менің мақсатым өзімнің тақырыбым бойынша номер бірінші болу, және мен сол мақсатыма жетіп келе жатырмын деп ойлаймын. Жеттім десем де болады. Әрине, менен кейін де басқа да парақшалар пайда болады, олар мені изучать етеді. Сол сияқты мен пример
примерно осы Қазақстанда жалпы SMM жайлы қазақ тілінде жазатын парақшаларды білемін, сырттан қарап отырамын, олар қалай дамып жатыр, контенттар қалай, аудиториясымен сөйлесе ме, фотолары әдемі ме, лайк сандары қандай курстар өткізеді, қанша теңгеге өткізеді. Ол анализ өте керемет, және мен олардың минустарын былай қараймын. Осындай минустар бар екен, комментарияларға жауап бермейді екен, тіпті лайк баспайды екен деймін да, сол минустарын өзіме алып плюс ретінде жасаймын, және менің парақшам сөйтіп дамиды. Сондықтан сіздің де мақсатыңыз өзіңіздің парақшаңызды дамыту. Бұл деген керемет нәрсе, тіпті оларда қандай посттар күшті болып жатыр, иә? Қанша көп лайк жинаған, көп қызу әңгіме жинаған посттарын көрсеңіз, сіз де өзіңізге сол идея ретінде алсаңыз болады. Және бұл жерде маңызды жайт, маңызды тапсырма. Міндетті түрде 10 блогерді таңдайсыз. Сіздің блогыңызбен ұқсас, сіздің тақырыбыңызға ұқсас, сіздің целевой аудиторияңызбен ұқсас блогерларды 10 блогерді таңдап тізіммен жазасыз. Анализ жасайсыз кәдімгідей. Тіпті Excelмен жасасаңыз болады, немесе дәптеріңізге, немесе телефоныңызға тізіп жазасыз да анализ жасайсыз. Оның мысалын сіздерге міндетті түрде жіберемін. Сол бойынша жасап қалай бастадыңыз, міндетті түрде регулярно бір-екі ай сайын қарап отырасыз парақшасына кіріп, қандай өзгеріс бар екен. Мүмкін ол блогер подписчик саны өсіп кеткен шығар, дамып кеткен шығар, немесе артқа кетіп жатқан шығар, уже посттарды аз шығарып жатқан шығар. В общем, анализ міндетті түрде жиі үнемі жасап отыру қажет. Жеке бренд тақырыбы. Жеке бренд дегеніміз ол не? Личный бренд. Мысалға, біз Стив Джобсты елестетсек, Стив Джобс деген атты естісек, бірден бізге қандай ассоциация келеді? Apple фирмасы, немесе айфондар, Apple бренді бірден елестетеді. Себебі Стив Джобс кәдімгідей бренд жасаған, өзі брендке айналған, өзінің кәсібін брендке айналдырған адам. Жалпы қысқаша айтқанда, осы жеке бренд дегеніміз ол сіз жайлы сіздің аудиторияңызда ойына келетін ассоциациялар. Яғни, олар бір жерде жүріп келе жатқанда, немесе парақшаңызға кіргенде, сізбен танысқаннан кейін, сіз жайлы ойлайды ғой, сізді көзіңізге елестеткенде, сіз жайлы не ойлайды? Сіз жайлы қандай портрет құрады, сол жеке бренд болып аталады. Жеке бренд ол сіздің атрибуттарыңыздан тұрады, және сіздің құндылықтарыңыздан тұрады. Бұл жерде сіздің құндылықтарыңыз өте маңызды. Яғни сіз мінезіңіз қандай, сіздің өмірдегі миссияңыз қандай, сіздің блогыңыз қандай, блогыңызды айтатын тақырыптарыңыз қандай, сіз қандай позицияны ұстанасыз, осы әлемге подписчиктарыңызға не айтқыңыз келеді, не нәрсені сіз насихаттайсыз, қандай жағынан, соның барлығы сіздің брендіңіздің қалыптастыруына септігін тигізеді. Мысалы болады ғой, негативті бір ассоциация тудыратын бір парақшалардың, мысалы Айжан Байзакованы мысалға айтсақ, оның құндылықтары қандай? Түсінікті купальникпен ашық-шашық киініп жүру, боқтап сөйлеу, темекі тарту, оған нормально. То есть оның өмірі стилі сондай, и сондай құндылықтары бар өзінде. Ол еш нәрсе одан ұялмайды, және оның парақшасы солай дамыған, и сондай адамдарға қызық оның парақшасы. Бірден біз Айжан Байзакованы елестетсек, тек қана сондай құндылықтарды елестетеміз, көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жақсы мысал деп ойлаймын. Сондықтан біз сіздің жаңағы құндылықтарыңызды, сіздің ерекшеліктеріңізді, мықты қырларыңызды бекерден бекер анықтаған жоқпыз. Соның арқасында сіздің блогыңыз құрастырылады, және сіздің целевой аудиторияңызбен сіздің басқа конкуренттарды, басқа блогерларды анализ жасағаны арқасында сіздің мықты жеке брендіңіз құрастырылады. Жаңа бұл құндылықтар жайлы айттым, және жеке брендқа қалыптасуына міндетті түрде қажет заттар, ол атрибуттар. Сіздің өзіңіздің қайталанбас бір сізге ғана сәйкес, сізге ғана тән атрибуттарыңыз болу керек. Ол деген мысалы сіздің әр мелочіңіз сіздің парақшаңызда не бар, ол тек қана сізге тән болу керек, және тұрақты болу керек. Кейін ол кәдімгі брендке айналып, адамдар соны көргенде бірден сізді елестететін болады. Біріншіден, ол сіздің шапка профилідағы аватаркаңыз, сіздің фотоңыз қандай. Сізде ол жерде логотип тұру мүмкін. Мысалы, блогерлер көбісі жасайды. Мысалы, анимационный түрде қылдырып, өздерінің түрлерін жаңа өзгертіп, логотип жасап жатады. Сондықтан жаңағы сіздің логотипіңіз, сіздің логиніңіз, сіздің шрифттарыңыз, мысалы қолданатын шаблондарда бір тұрақты бір шрифтіңіз болса,
Бұл өте маңызды. Өзіңізге ұнайтын шрифт анықтап алыңыз және жиі соны қолдана отырсаңыз, мен өзім соны анықтап қолданып жүрмін қазіргі таңда. Сіздің түстеріңіз, мысалы қандай түстер, иә, немесе бір суреттеріңіз именно сізбен ассоциироваться ететін, сіздің бір фразаңыз, бір цитатаңыз, бір слоган дейді ғой, девиз дейді ғой, тек қана сізбен, который ассоциируется, немесе сіздің бір компанияңыздың бір слоганы болуы мүмкін, соны келтіріп алуыңыз мүмкін, иә, сол туралы ойланыңыздар. Және жаңағы шрифт барлығын айттық, иә, осындай атрибуттар сіздің жеке брендіңізді құрайды.